Осыдан 25 жыл бұрын Қазақстанның мұнай-газ саласы маңызды белеске қол жеткізді. Қарашығанақ Petroleum Operating BV консорциумы мен республика арасындағы қатынастарды реттейтін өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойылды. Қарашығанақ жобасындағы жетістік Eni, Shell, Chevron, Lukoil және Қазмұнайгаз КПО серіктестерінен алынған заманауи технологиялар мен озық тәжірибесімен тығыз байланысты. Қарашығанақтың тарихы 20 ғасырдың 70 жылдарында басталды. Бұл Орал өңірінде геологиялық және іздестіру зерттеулері жүргізілген кез болды. Оның нәтижесінде бірегей мұнай-газ конденсаты кен орны ашылды. 1979 жылы Сухан Камалов бастаған Уральск нефтегеология тресі Қарашығанақ кен орнын ашты. Араға 5 жыл салып Қарашығанақты игеру 1984 жылы басталды. Біріншіден, бұл әрі кен орны екенін растайтын деректер жиналды. Әрине, кен орнының барлық әлеуетін ашу үшін сол кезде болмаған тиісті технологиялар мен білікті қызметкерлер қажет болды. Бірақ соған қарамастан 1984 жылы бұрғылау жұмыстары басталып, нәтижесінде алғашқы газ, мұнай және конденсат өндірілді. Пилоттық деп аталған өндірістің сынақ кезеңі 1984 жылы бастау алды. 2 жылдан кейін өндірілетін өнім 5 миллиард текше метр газ және 3 миллион тонна конденсат көлеміне жетті. 90 жылдардың басына дейін кен орны қарқынды дамытылып жатты. Жаңа ұңғымалар бұрғыланып, өндірістік нысандар іске қосылып, өндіріс көлемі біртіндеп өсіп жатты. Қысқа уақыттың ішінде кен орнында 48 ұңғыма бұрғыланды. Шикізат Орынбор өңдеу зауытына жіберілді. Алайда Кеңес одағының ыдырауы дәстүрлі экономикалық байланыстарға нұқсан келтірді. Нысандар уақытылы жаңартылмай, істен шыға бастады. Инвестициялар мен жаңа технологиялар, ресурстар мен озық халықаралық тәжірибе қажет болды. Қазақстанның алдында кен орнын әрі қарай игеруді жалғастыру үшін сенімді серіктестер табу мәселесі тұрды. Қарашығанақ кен орны бойынша келіссөздер процесі 1992 жылы басталды. Бұл процеске бірінші болып Италия мен Ұлыбританияның компаниялары қосылды. Өнімді бөлу туралы аралық келісім жасалды. Содан кейін өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойылып, Қарашығанақ кен орнының жаңа тарихы басталды. 1997 жылы қараша айында Вашингтонда тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен ақш вице-президенті Альберт Гордон қатысуымен келісімге қол қойылды. 2004 жылдың шілде айында Қарашығанақтан мұнайдың алғашқы тасымалы Новороссийск портындағы танкерлерге жөнелтілді. Осылайша жеке желі салып, Каспий құбыр консорциумына кіру арқылы Қарашығанақтың әлемдік нарыққа шығу мүмкіндігі болғаны белгілі болды. Бүгінгі күні Қарашығанақ кен орны өңір экономикасы мен жергілікті өнеркәсіптің өсуіне ықпал ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Серіктестер мен КПО индустриялық инновациялық даму саласындағы мемлекеттік бастамалар мен бағдарламаларды қолдайды. Қарашығанақ теңіз және қашағанмен қатар Қазақстандағы ең ірі 3 кен орнының тізіміне кіреді. Бұл біздің елімізде мұнай өндіруді арттыру бойынша жоспарларды жүзеге асыруға көмектеседі. Бүгінгі күні осы жобада жұмыс істейтін барлық мамандардың күш-жігерінің арқасында қажетті мұнай өндіру деңгейін ұзартуға мүмкіндік бар. Бұл тек Батыс Қазақстан облысының өңірлік дамуына ғана емес, жалпы еліміздің дамуына зор үлес қосу үшін қажет. Қарашығанақ кен орнын игеру аясында жүзеге асырылатын әлеуметтік жобалармен қатар, осы ірі кен орнын игеру барысында пайдаланылуы мүмкін отандық машина жасауды, жергілікті тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіруді дамытуда маңызды болып саналады. Уәкілетті орган PSA серіктестігі өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге сәйкес республика атынан өкілдік етеді. КПО мен республика арасындағы қарым-қатынастар өзара түсіністік пен серіктестік қағидаттарына негізделген. Қазақстан Республикасының үкіметі кен орнын табысты игеруге мүдделі. Біз Қарашығанақты кеңейту жобасы сәтті жүзеге асуда деп есептейміз. 2021 жылы жалпы құны шамамен 1 миллиард ақш долларын құрайтын Қарашығанақ газы бойынша өндірістік шектеулерді алу жобасы аяқталды. Бұл қосымша 4 миллиард текше метр газ өндіруге мүмкіндік берді. 25 жыл бойы жүзеге асырылып жатқан жоба консорциум үшін де, республика үшін де өзінің экономикалық тиімділігін дәлелдеді. Консорциум республикамен бірге осы жобаны табысты дамытып жатыр деп санаймын. Және біздің алдымызда үлкен міндеттер тұр.
Мұнай газ саласындағы әрине Қарашығанақтың біздің ел үшін орны ерекше, бөлек, ең үлкен кен орындарымыздың бірі. Қарашығанақ кен орнының осы 25 жылдың ішінде жетістіктерді басқарып отырған КПО басқармасының да серіктес компанияларында, оның ішінде біздің өзіміздің ұлттық компания «Қазмұнайгаз» бар. Әрине оның бәрін бақылап отырған министрлік бар, үкімет бар, соның уәкілі біз бармыз. Соның нәтижесінде зор жетістіктер жетіп жатыр. КПО-ның республикамен жемісті серіктестігі КПО жоспарлары мен үкіметтің мақсаттар арасында стратегиялық сәйкестікті қамтамасыз етеді. Бұл елдің табиғи қорларын табысты игеру мен экономикалық өсудің кілті болып табылады. Бизнесті бастағалы бері біз әрқашан әлеуметтік жобалар тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге кең мағынада да жергілікті қоғамдастықтың ажырамас бөлігі болдық. Біз 11 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтимыз. Аудандық және облыстық билік органдарымен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Біз қарым-қатынасымыздың бұдан әріде осы қалыпта болғанын қалаймыз. Қауіпсіздік біздің бүкіл бизнесіміздің ең маңызды көрсеткіші. Біз қауіпсіздік мәдениетін ең жоғары басшылық деңгейінен бастап барлық қызметкерлерге дейін енгіземіз. Және бұл біздің тұрақты көзқарасымыз. Акционерлер ретінде біз КПО осы салада көшбасшылардың бірі болған мақтан тұтамыз. Біз әлемдік деңгейдегі кен орындарының бірін дамытуға атсалысып келеміз. Және менің ойымша біздің жұмысымызда республика үшін де, жалпы қоғам үшін де, сол сияқты инвесторлар үшін де барынша қайтарым алу мақсатында технологияларды үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету маңызды деп ойлаймын. Менің ойымша Қарашығанақта жұмыс істейтін әрбір адам зор маңызы бар қауіпсіздіктен бастап бүгінгі жетістіктермен мақтана алады. Осы уақыт аралығында КПО үлкен жұмыстар атқарды, бірақ дегенмен алдымызда ұзақ жол бар. Біз ортақ мақсат Қарашығанақ кен орнын қауіпсіз игеру үшін Батыс Қазақстан облысының әкімдігімен және PSA мен тығыз байланыста жұмыс істеп жатырмыз. Біз мемлекеттік мақсаттарға сәйкес ұлттық және жергілікті экономикалық дамуды қамтамасыз ете отырып, жобаның кіріс ағындарын ұлғайту үшін жаңа технологияларды қолданамыз. Әлеуметтік жауапкершілігі бар компания ретінде КПО әрқашан тауарлар мен қызметтерді алу үшін жергілікті мердігерлерді жұмылдыруға құштар. Бұл басқа компаниялар үшін жауапты және тұрақты жұмыстың жақсы мысалы. Мемлекет басшысы қойған міндеттерге сәйкес, жергілікті кәсіпорындарды қолдау және бәсекеге қабілеттілікті арттыру және оларға озық тәжірибе беру бойынша ауқымды жұмыс жүргізілуде. Бұл оларға Қарашығанақ сияқты ірі инвестициялық жобаларға кеңінен қатысуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда қазақстандық кәсіпорындар жобаны материалдар мен жабдықтардың күрделі және жоғары технологиялық түрлерімен қамтамасыз етеді. Ал жалпы алғанда, КПО сатып алу саласында жергілікті қамту үлесі 9 миллиард ақш долларынан асты. Бөрлі ауданы еліміздегі ең қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің бірі болып саналады. Ал осында орналасқан Қарашығанақ кен орны өндіріс көлемі мен серпіні бойынша Қазақстанның мұнайгаз көшбасшыларының бірі болып есептеледі. Бұл өңіріміздің экономикасының дамуына елеулі үлес қосады. Елде жасалған инвестициялық климаттың арқасында КПО консорциумы белсенді дамып, жергілікті кәсіпорындармен ынтымақтаса отырып, олардың тауарлары мен қызметтерін сатып алуда. Қарашығанақ сияқты күрделі кен орындарын игеру кезінде қоршаған ортаға зиян келтірмей жұмыс жасаудың өзі күрделі міндет болып табылады. КПО-ның негізгі мақсаты нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаға әсерді барынша азайту және Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарын сақтау. Бүгінгі таңда КПО-ның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға салған инвестициялары 446 миллион ақш долларынан асты. 2021 жылы КПО әлемдік деңгейдегі газды кәдеге жарату көрсеткішіне қол жеткізді. Ол 99,94%. Қарашығанақ біртіндеп декарбонизацияға, жаңартылатын көздерден экологиялық таза энергия өндіруге және табиғи газды пайдалануды арттыруға бағытталған іс-шараларды қолдана отырып, болашақта жасыл энергияға көшу жөнінде алдыңғы қатардағы үлгіге айналмақ. Жасыл энергияға көшу біздің басты мақсаттарымыздың бірі. Ол көміртегі бейтараптығына деген ұмтылысты қамтиды.
КПО бұл үрдісте белсенді рөл атқара алады. Және шынында да біздің КПО 365 стратегиямыз мемлекеттік және акционерлердің мақсаттарына сәйкес СО2 шығарындыларын азайту жолын қолдауға бағытталған бірқатар мүмкіндіктерге негізделген. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында КПО цифрлық трансформацияның жол картасын және өндірісті үздіксіз жетілдіру стратегиясын әзірледі. Оның шеңберінде жұмыс тиімділігін арттыруға және бизнес процестерді жетілдіру мен оңтайландыруға бағытталған бірқатар платформалар іске асырылуда. Компания салада алғашқылардың бірі болып барлық деңгейдегі қызметкерлерді оқыту әдістемесін енгізді. Соңғы 25 жыл ішінде жергілікті қызметкерлерді оқытуға 200 миллионнан астам ақш доллары жұмсалды. Бүгінгі таңда техникалық қызметкерлер мен супервайзерлердің арасында жергілікті қызметкерлердің үлесі 98%, ал басшылық лауазымдарда 85%-ді құрайды. КПО жыл сайын Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік инфрақұрылым жобаларын іске асыру үшін 20 миллион ақш долларын бөледі. Облыс тұрғындарының өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған жобаларды анықтау мен іріктеуді мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Ал олардың орындалуына КПО жауапты. Әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін тек қазақстандық компаниялар ғана тартылатынын атап өткен жөн. КПО инвестицияларының арқасында Орал қаласы облыстық филармония, Салтанат үйі, жастар мен оқушылар сарайы, Қазақ драма театры, Атамекен мәдени орталығы және Орал халықаралық әуежайы сияқты сәулетті көрікті нысандармен байытылды. Бұл КПО-ның соңғы жылдары жүзеге асырған ауқымды әлеуметтік жобаларының біраз мысалы ғана. Соңғы 25 жылдың ішінде КПО әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту үшін 456 миллион ақш долларынан астам инвестиция салды. 2021 жылғы желтоқсанда компания бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі Парыз республикалық конкурсының гран-при бас жүлдесіне ие болды. Бұл компания өңірдің әлеуметтік экономикалық даму, өз қызметкерлері үшін қолайлы жағдайлар жасау және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы атқарған жұмыстары үшін құрметтің белгісі. Қарашығанақ серіктестерінің алдағы жылдарға қойылған ауқымды жоспарлары бар. Бұл жобаның болашаққа сеніммен қарайтынын білдіреді. Осыдан ширек ғасыр бұрын қол қойылған Қарашығанақтағы өнімді бөлу туралы түпкілікті келісім қазақстандықтардың болашақ ұрпақтарының игілігі үшін кен орнын табысты игерудің кепіліне айналған өзара тиімді ынтымақтастықтың берік іргетасын қалады.